Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын нәзік шоколадты медовый рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Және де осы видеоны соңына дейін толық көріңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең алдымен ыдысымызға осы миотымызды, үстіне осы секерімізді және де сары майымызды салып аламыз. Одан кейін баяу отта осылай жақсылап араластыратын боламыз. Осындай масса пайда болғаннан кейін астын өшіретін боламыз. Енді кезекте осындай ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып жүреміз. Және де осы араластырып болғаннан кейін мана дайындап қойған массамызды үстіне құятын боламыз. Осы массамызды үстіне құйғаннан кейін тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді кезекте ұнын дайындайтын боламыз. Осылай ұнымыздың үстіне тестімізді, қопсышқымызды салып, одан кейін үстіне какаомызды, осылай 3 ас қасық какаомызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін мана начинкамыздың үстіне құйып, жұмсақ қамырып еритін боламыз. Бөліп салсаңыздар да болады. Міне осылай бәрін салып болғаннан кейін жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Міне достар, осы рецепттің қандай мөлшерде керек екен описанияға жазып кететін боламын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Міне достар, осындай масса пайда болды. Осындай масса пайда болғаннан кейін үстіне осындай пищевоймен жауып, холодильникке 2 сағатқа қалдырасыздар. 2 сағатқа осылай өз массасына осылай қатып ұстап тұру керек. Енді кезекте біз крем дайындайтын боламыз. Креміне бізге осылай секер және де осындай 1 жұмыртқамызды және де 3 ас қасық кукурузный крахмалымызды қосып, міне барлығын қосып аламыз. Және де шоколад қоссаңыздар да болады, немесе мен өзім үй жағдайында какао қостым. Осылай 2 ас қасық какаомды қосып, жақсылап тағы да араластырып аламын да. Одан кейін үстіне кішкентай ғана сүтімді қосып, міне тағы да араластырып аламын да, ары қарай отқа қойып қайнататын боламыз. Отта міне қайнап жатқан уақытта сүтіміздің қалған сүтіміздің барлығын құятын боламыз. Бізде 500 мл сүт кету керек міндетті түрде. Міне осылай қосып үздіксіз айналдыру уақытында бізде осындай масса пайда болу керек. Одан кейін осыны басқа ыдысқа аударып, үстін тағы да пищевоймен жауып, холодильникке тағы да 2 сағатқа қоятын боламыз. Енді кезекте манағы 2 сағат тұрған тестімізді аламыз. Осылай кішкене қолымызға жабысатын болады. Онды кішкене көбірек пайдалансаңыздар да болады. Одан кейін осылай бөліктерге бөліп, мен 150 грамнан алып отырдым. Осылай бәрін бөліп алдым. 150, 154 сондай грамм өздеріңіздің формаларыңызға байланысты жасасаңыздар да болады. Осылай барлығын бөліп алдым. Одан кейін осындай пергамент қағазына манағы біздің начинкамызды алып, осылай жайлап жайдым. Үстіне ұн сеуіп отырдым, себебі кішкене жабысып қалады. Сондықтан осылай ұн сеуіп, одан кейін бізде торт пісіретін табағымыз болады. Осы табағымызды алып, осылай дөңгелек шеңбер өзіміз жасап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай дөңгелек шербе алып, жан жақтарын қалғандарын алып тастайсыздар. Қалғанын алып тастап, осылай 200 градус температурада 4-5 минутқа пісіріп аласыздар. Менде осындай коржиктер пайда болды. Менде коржым 12 ұшты коржик шықты. Ол өздеріңіздің диаметрлеріңізге байланысты болады. Менде 24 диаметрі. Міне көріп тұрғандарыңыздар. Енді кезекте кремімізді алайық. Міне крем менде осындай кішкене қоймалжың пайда болды. Тағы да жақсылап араластырып алдым. Міне жақсылап араластырып алғаннан кейін енді кезекте торттарымызды жинайтын боламыз. Міне осылай крем жағып, бірінен соң осылай барлығын жинап алатын боламыз. Достар, менің видеомда тағы да осындай өте оңай жасалатын торттардың рецебі бар. Менің каналымнан көрсеңіздер болады. Және де сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Міне достар, енді қалған коржиктерді алып, осы блендерден өткізіп, жан жағына әдемілеп осылай әсемдеп алдым. Және де осылай тортымызды дайындап болғаннан кейін холодильникке 1 күнге қалдырасыз, немесе 3 сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Міне достар, тортым дайын болды. Мен отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де осы тортты жасап көріңіздер, өте оңай және де қолжетімді, үйдегі бар заттардан жасалады. Сіздерге де жасап көріңіздер.
және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса тағы да комментария қалдырыңыздар. Рахмет видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Сау болыңыздар.